Адамдар неге өтірік айтады? Жер бетіндегі бір кәрі кемпір жүкті болып қалады. Бірақ ол кезде аспанның жырығы әлі жабылмаған еді. Іштегі бала, «Апа, аспанның жырығы бітті ме?» деп мазалап, қайта-қайта сұрай береді. Анасы оған, «Аспан әлі бітелген жоқ» дейді. Бірақ мазасыз бала тағы да осы сауалды қоя берген соң, кемпір әбден жалығып, «Аспанның тесігі бітелді» деп бірде өтірік айта салады. Солақ екен бала, «Сол қолыңызды көтеріңіз» дейді де қолтығынан туыла салады. Ол ер жеткен азамат қалпында туыпты да, аспанға қараса, әлі жыртығы жабылмаған екен. Дереу уыстап күл алыпты да, аспанның жырығына үрлеп шашқан екен. Ол бітеліп, аспанның тігіс жымы пайда болыпты. Бірақ осылайша алғашқы ер кісі мерзімінен бұрын туғандықтан, Алла тағала адамның ғұмырын қысқа етіп, кемпірдің айта салған өтірігіне байланысты әр адамға әр түрлі мінез беріпті. Кей адамдарға өтірікші, алдампаз, сұм-сұрқия мінезді тарту еткен деседі. Қазыналы оңтүстік кітабынан оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.